Саламатсыздар ма, балалар? Сабақтың тақырыбы суреттегі штрихтің әсерлігі. Бояу жағындысы кескіндемеші суретшінің әсерлегіш құралы. Мақсаты шығармашылық қабілеттерін арттыру. Жаңа әсерлегіш құралдар штрих және бояу жағындысымен таныстыру. Мақсатқа жету үшін орындалатын міндеттер. Мұғалім үшін штрих пен бояу жағындысының әсерлі мүмкіндіктерімен таныстыру. Оқушылардың шығармашылық міндеті. Білім-біліктерін номер 1 жұмыс дәптерінің 7-11 беттеріндегі тапсырманы орындағанда пайдалану. Тірек сөздер: бояу, сызық, штрих, бояу жағындысы, штрих сызығы. Штрих дегеніміз не? Штрих қысқа сызық. Штрих әртүрлі болады. Штрих әртүрлі фактураларды бейнелеуге көмектеседі. Бояу жағындысы дегеніміз не? Бояу жағындысы бояулы қылқаламның ізі. Ол алуан түрлі болады. Суретші бояу жағындысы арқылы табиғаттағы әртүрлі заттарды бейнелейді. Сызық туралы не білесің? Ол қандай болады? Сызық әртүрлі болады. Түзу, тік, көлденең, көлбеу, дөңгелектенген, зигзаг тәрізді, жіңішке. Штрих қандай болады? Онымен нені бейнелеуге болады? Штрих қысқа, айқыш-ұйқыш болады. Онымен қылқан шөпті, шырша мен кірпінің тікенін және де тағы басқа заттарды бейнелеуге болады. Бояу жағындысы қандай болады? Бояу жағындысы әртүрлі болады. Жұмсақ әрі нәзік. Онымен үлпілдек, жүнді балапанды, мысықты, қауырсынды бейнелеуге болады. Бояу жағындысы немен жазады? Бояу жағындысын бояу және қылқаламмен жазады. Күтілетін нәтиже. Барлық оқушылар үшін штрих пен бояу жағындысының әсерлі мүмкіндіктерін графика және кескіндеме туындыларынан штрих пен бояу жағындысын байқап, оларды суреттей алады. Оқушылардың көпшілігі жұмыстарын әсерлі көрсету үшін штрих пен бояу жағындысын пайдалана алады. Кейбір оқушылар табиғат нысандарының фактурасын бейнелегенде штрих пен бояу жағындысымен жұмыс істей алады. Сабақтың қорытындысы. Орындалған тапсырмаларды қысқаша талдайды. Оқушылар сабақтағы жұмыстарын бағалайды. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.